Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге корейский салаттың ең оңай жасалу жолын көрсетемін. Мінекей осы видеодағы салатымызды бірге жасайық. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркелей кетіңіздер. Ең алдымен бізге 2 сәбіз қажет болады. Осыны арнайы төркіден өткізіп аламыз. Сәбізімізді төркіден өткізіп алғаннан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. 1 шай қасықтан, ол бізде тұз, шекер, қызыл бұрыш, кориандр. Содан соң 2 чеснок, 2 дана, шым-шым Қытай тұзын қосып, қызып тұрған майымызды чесноктың үстінен құйып, жақсылап салатымызды араластыратын боламыз. Егер сіздерде салатқа арналған приправа болса, қолдансаңыздар болады, немесе осылай жасасаңыздар да дәмі керемет болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет.